Патент негізіндегі арнайы салық режимі туралы айтып кетейік. Бұл салық режимін тек қана жеке кәсіпкерлер қолдана алады, ТО-лар қолдана алмайды. Және де патент негізінде тек қана жеке кәсіпкер өзі ғана жұмыс істейді. Жұмысшыларды жалдауға тыйым салынған. Екіншіден, барлық түскен кірісі жылына 3528 МРП-дан аспау керек. Шамамен бұл 12 миллион теңгені құрайды. Және саудамен айналысуға патент негізінде болмайды. Патент негізіндегі қызмет түрлері шектелген. Және де патентті алдын ала бір жола сатып алуға болады. Яғни патент алу үшін алдын ала есеп жүргізіледі. Және де алдын ала барлық түскен кірісін болжамды түрде бір жылға бірақ сатып алса болады, 1% төлеп жеке табыс салығын, немесе аймай сатып алса да болады патентті бөліп. Және де міндетті төлемдерді жүргізеді. Бұл жиынтақы аударымдары, медициналық аударымдар және әлеуметтік аударымдар.